Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге қарбыздың пайдасы жөнінде айтатын боламын. Қызықты ақпаратты жіберіп алмай соңына дейін қараңыз. Қарбыз асқабақ тұқымдасына жататын тәтті жеміс. Сонымен қатар көптеген пайдалы қасиеттерге ие. Барлық адам сүйсіне жеп, жас шыға салысымен сатып алуға асығатын қарбыздың 90% судан тұрады. Адам организмін тазалауда пайдасы зор. Оның құрамында А, В6, С дәрумендері кіреді. Сондай-ақ антиоксиданттық және амин қышқылдары бар. Ыстық күндері қарбыздың маңызы тіпті арта түседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, ең жоғарғы деңгейдегі дәрумендердің барлығы қарбызда екен. Әдетте мұндай жағдайда тек қызыл көкөністерде, жеміс-жидектерде кездеседі. Сонымен қатар қарбызда ликопен компоненті бар. Оның жүрекке, сүйекке пайдасы өте зор. Қарбыз шырынының қасиеттері көптеген ауруларға ем болатын дәмді халықтық дәрмек етті. Мысалы, ол атеросклероз, артрит, құяң сияқты ауруларда емдеуде көмек бола алады. Қан қысымы жоғары адамдарға және цистит, простатит сынды аурулардан зардап шегетін адамдарға қарбыз шырынын жиі ішу ұсынылады. Қарбыз 90% судан тұратындықтан шөлді жақсы басады. Ақуыздар мен майлар жоқ, бірақ тез еріп қуат беретін көмірсулар көп. Бұл жеміс әсіресе физикалық белсенді адамдар үшін пайдалы. Жаттығу кезінде аздап қарбыз шырынын немесе бір тілімін дәм татсаңыз, денедегі су қорын толықтырып, қантпен қанықтырады. Қарбыз құрамында ликопеннің қызыл пигменті өте мол. Денедегі ликопен басқа каротиноидтар сияқты А дәруменіне айналмайды. Пигмент күшті антиоксидантты қасиетке ие. Көптеген зерттеулер тағамдағы ликопеннің жоғары мөлшері жүрек және қан тамырлары ауруларының қаупін төмендететінін көрсеткен. Қарбыз майегінде дәрумендер төмен концентрацияда кездескенімен С және А дәрумендері сондай-ақ минералдарға бай. Онда бұлшықеттердің жұмысын жақсартатын магний көп. Аталған магний кальцийді сіңіруге көмектеседі. Онсыз сүйектер сынғыш болатыны белгілі. Ал дәнегі мәйекке қарағанда қоректік заттарға қаныққан. Олардың құрамында фолий қышқылы, ПП дәрумені, сонымен қатар фосфор мен магний бар. Сол себепті дәнекті кептіріп немесе қуырып жеген пайдалы. Әрбір заттың пайдасымен қатар зияны да болатыны белгілі. Енді қарбыздың зиянына келетін болсақ, пайдалы саналатын кез келген тағам шамадан тыс тұтынғанда зиянын тигізетін жалпыға белгілі. Қарбыз толығымен дерлік судан тұрады. Калориясы өте төмен болғандықтан оны шексіз мөлшерде жеуге болады деген қате түсінік бар. Қарбыз майегі қарапайым көмірсуларға бай. Сондықтан бұл гликемиялық көрсеткішті жоғарылатады. Одан пайда болған қантты кетіру үшін ағзаға көп су жұмсайды. Осы себепті қарбызды шамадан тыс жеген кезде бүйрекке артық жүктеме түсіп, ағзадағы улы заттар ғана емес, судың кеткен мөлшерімен қажетті минералдарды шайылады. Қарбыз жақсы несеп айдағыш. Жүктіліктің соңғы мерзімінде жүрген әйелдерге мейлінше аз жеген абзал. Оған қоса 3 жасқа дейінгі балаларға қарбызбен тамақтандыру ұсынылмайды. Бұл аллергияға емес, ең алдымен қарбызды өнеркәсіптік өсіруде қолданылатын тыңайтқыштар, нитраттар және тағы басқа зиянды заттарға байланысты. Олар сыртқы қабатында көп мөлшерде жиналатын ересектерге де қарбызды қабығына дейін жеуге болмайды. Қарбызды дұрыс таңдау және сақтау жолдары. Қарбыз маусым, тамыз айында басталады. Осы уақытқа дейін жемістердің пісуі тыңайтқыштармен тездетіледі. Сондықтан ерте сатып алу қауіпті болуы мүмкін. Қарбыз өсірілетін алқапта көбіне дерлік азот тыңайтқыштары қолданылады екен. Өсімдік оларды өңдейді және шығарып тастайды.
ал қалған бөлігі нитрат түрінде қалады. Олардың аз дозасы қауіпті емес, бірақ жетілмеген жемістерде нитраттардың бөлініп шығуға уақыты болмауы мүмкін. Сондықтан піспеген қарбызды жеуге болмайды. Көбіне қарбызбен улану нитраттармен байланысты емес. Көптеген адамдар жемісті тым мұқият жумайды. Ал кесу кезінде бактериялар мәйекке түсіп уландырады. Қарбыз жердің өзінде өсетіндіктен, олар мұқият тазалап жууды қажет етеді. Қарбыздың қабығы жылтыр, сондай-ақ қою жасыл болуы керек. Қарбыздың жерге тиген бөлігі бір жағында дақ болып тұрады. Егер дақ ақ емес, сары немесе қоңыр болса жақсы. Піскен қарбыздың бас ұшы құрғақ, қылшық бетінде құрғақ шіп тәрізді жолақтар болуы мүмкін. Сонымен қатар ұрған кезде саңырау емес, ашық естілетін дыбыс шығады. Қарбызды бөлме температурасында бірнеше апта сақтауға болады. Салқын, қараңғы жерде жеміс бірнеше ай бойы сақталады. Алайда ол кезде құрамындағы біраз қоректік заттарды жоғалтады. Ал кескеннен кейін мәйегіне ауа өткізбейтін пакетпен немесе фольгамен жабу керек. Бұл күйінде қарбызды тоңазытқышта 4 күнге дейін сақтауға болады. Қарбыз туралы маңызды ақпарат осы. Қазір маусымы болғандықтан қарбыз сатушылар да, оны сатып алушылар да жиі кездеседі. Дәл осы себепті жоғарыдағы берілген мәліметтерді әрдайым есте сақтап жүрген абзал. Деніңіз сау болсын.